الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах сіздерге сәлем, рахмет, мейірім болсын. Алла Тағала сіз бен біздің ілімімізді арттырсын, сол ілімімізге амал етуді нәсіп етсін иншалла. Бүгін Иса алейхиссаламның көкке көтерілуі жайлы. Соған келіп тоқтаған едік. Енді Исраилдіктер Исаның бойындағы осыншалықты мұғжизаларды көрді, осындай кереметтерді көрді, осындай бой көрсетіп жатты, сондай кереметтерді көрсетіп жатты Иса алейхиссалам. Енді бұны адамдар істей бастады, Иса алейхиссаламның артына ере бастады. Иса алейхиссаламға неше жасында беріліп еді пайғамбарлық міндет? 30 жасында. Сөйтіп енді соңына барлығының еріп кетуінен бұлар қорықты, Исраилдіктер. Неге? Себебі өздерінің діндеріне қауіп келеді деп қорықты, және өздерінің қандай бір өздерінің ұялатын істерінің әшкере болатынынан қорықты. Сөйтті де бұлар пайғамбарға қарсы қастандық ойластыра бастады. Ол қастандықты бұлай жүзеге асырғысы келді. Сол мекенде, сол аймақты билейтін әкімнің есімен. Яғни олар сол аймақты билейтін әкім римдіктердің билігіне, күшіне арқа сүйеп сол жерді басқарып отырған еді. Сол жердің патшасы. Сөйтіп үкім жүргізіп отқан болды. Енді сол патша арқылы жүзеге асырады. Сол патшаға барады да Иса алейхиссалам жайлы оның осындай беделі ол патшаның тағына бір қарсы келетін нәрселер жасады деп осындай бір ғайбат нәрселерді айтып барып жамандайды. Бұны естіген патша не істейді? Одан шынымен де қауіптене бастайды. Менің тағыма бір қауіптеніп тұр дегенсін, қауіптенеді шынымен де. Сөйтеді, нәтижесінде бұны өлтіру үшін өзінің нөкерлерін жібереді. Қол астындағы әскерлерін. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде Иса алейхиссалам оған не істемеді? Ол пайғамбар ғой. Бір қиянат, бір жамандық жасады ма? Жоқ, жасайтын беді, жасамайтын еді. Бұл не істеді? Адамдар жамандай бергеннен кейін, шынымен де бұл маған қауіп төндіреді екен деп ойлады. Көрдіңіздер ме? Оны ғайбат бізде дінімізде не? Үлкен күнәларға қатысты ғой. Ғайбат айту, жаңа пайғамбарымыз айтырған, бауырының етін жегенмен деп, сен деп. Енді мысалы, ғайбат айту мынандай, кесірі мынандай екен ғой. Вирус секілді ғой. Мысалға, сен аласында мына бауырымызды танымайтын, мына бауырымызға бар жамандайсың. Ол оны танымайды. Бірақ сен жамандадың, о да вирус секілді не қалыптасады, оған деген бір жек көрініштілік, бір жаман бір мінез қалыптасады оны. Соны көргенде, осындай екен ғой деп әрбірсінен сондай бір байқап отырады. Бұл кесірі. Көрдіңіздер ме? Болмаса ол оған бір жамандық та жасамаған, қастандық та жасамаған, танымайды тіпті. Өмірінде көрген адам емес. Бірақ жамандай берсе солай болады деген. Сондықтан ғайбаттың кесірі үлкен нәрсе ол. Аулақ жүреміз. Енді сол патша осындай нәтижесінде өзінің шабармандарын жібергеннен кейін шабармандары барып не істейді? Мақсаты Иса алейхиссаламды алып келу. Енді осы жерде айтады. Сол кезде дейді, ең бір азаптың түрі, сол кезде саналатын, яғни қолданылатын азаптың бір түрі айқашқа крест дейді ғой, орыстар. Айқашқа адамды асып қою дейді. Қолын, аяғын бүйтіп байлап. Яғни шегелеп, сөйтіп қағып іліп қоятын болған. Сол жерде қансырап түбінде дем жетпей өлетін болған. Сөйтіп іліп қоятын болған, ол не істейді? Дем жетпей өліп қалатын болған. Енді сол жазаны қолдануға шешім қабылдайды. Кімге? Иса алейхиссаламға. Енді Иса алейхиссаламға бұл нәрсе жабылғанда, осындай жазаны қолдануға шешім қабылдаған кезде Иса алейхиссалам жасы 33 дейді. Яғни пайғамбарлық міндет жүктелгенге неше жыл болған еді? 3 жыл болған еді. Себебі 30 жасында жүктелген еді, жасы 33 дейді. Сол кезде яһудилер оны өлтіруге анық кіріскенін біледі да, олардың мекенін көрсетеді. Иса алейхиссалам тұратын жерін деген сияқты. Сол кезде Алла Тағаланың тағы да бір мұғжизасы орын алады. Иса алейхиссаламға қатысты. Яғни Иса алейхиссаламның көкке көтеруі еді. Тірілей жанымен де, рухымен де, тәнімен де. Енді осының көкке көтерілуіне қатысты Абдулла ибн Аббас айтады, Алла әкесіне разы болсын, бұл оқиғаны әңгімелеп отырып былай дейді. Алла Иса алейхиссаламды дейді, Аллах Тағала Исаны көкке көтеруді қалаған кезде дейді, Иса алейхиссалам өзінің жолдастарына келді дейді. Олар хауарилер. Түсінікті ғой? Олардың саны неше еді? 12 кісі. Әлгі 12 кісі келді. Енді ол келген кезде ол үйдің ішіндегі бір бұлақтан шыққан еді. Оның шашы дымқылданып тұр еді дейді, су тамшылап тұр дейді. Сөйтіп ол былай деп айтты дейді, расында сендердің араларында әлгі 12 кісіге өзіне иман келтіргендер ғой,
сол 12 кісіге айтты дейді. Расында сендердің араларында маған иман келтіргеннен кейін 12 рет күпірлік қылатын танытатын біреулер бар деп айтты. 12 рет күпірлік танытатын біреулер бар деп айтты сендердің арасында. Қайсысыңа, сосын сөзін жалғастырып былай дейді. Қайсысыңа менің, яғни түр келбетін дарыса, ол өлтіріледі дейді. Сөйтіп, оған дарылады. Кімге солай дарылып, және осындай келбетін соған бір сөз айтқанда маған ұқсаса деп жатыр. Алланың құдіретіне. Біліп тұр, солай ұқсаса және ол өлтірілсе дейді менің орныма деп жатыр. Соның мәртебесіне менің ертең қияметтегі мәртебеме ортақ болады дейді. Ортақ болады дегенде жәннатта дәрежеміз тең болады деп жатыр. Түсінікті ғой? Сол кезде араларынан ең жақсысы болып танылатын, әлгі 12 кісінің ішінде ең жақсысы болып танылатын біреу тұрып орнынан тұрды дейді сол кезде. Сол кезде Иса алейхиссалам оған отыр деп айтты. Тағы да әлгі жігітке отыр дегеннен кейін әлгі сөзін қайттан қайталады. Яғни менің ұсқыным кімге дарыса, және ол менің орныма өлтірілсе, қияметте дәрежені жүру деп тағы да қайталады дейді. Әлгі жігіт қайтадан орнынан тұрды дейді. Иса алейхиссалам оған тағы да отыр деді. Отыр деп тағы да сөзін жалғастырды. Сол кезде үшінші рет әлгі жігіт орнынан тұрып, іштерінде ең жақсысы болған мен деп жауап берді. Сонда Иса алейхиссалам сол кезде, иә, ол сенсің деп айтты әлгі жігітке. Сөйтіп оған Иса алейхиссалам ұсқыны дарыды. Иса алейхиссалам секілді бейнеленді. Түсінікті ғой? Иса алейхиссалам секілді ол. Сөйтіп Иса алейхиссалам сол үйдің төбесіндегі ашықтан көкке көтерілді. Оның барлығы көріп тұр ғой. Осыны байқасаңыздар, осының алдында айтты, сендердің араларында маған иман келтіретін 12 түрлі күпірлік танытатын кісілер бар деп айтты. Енді осылардың бәрін көрді аналар. Әлгі жігітті әскер шабармандар келіп ұстап, Иса алейхиссалам екен деп алып кетті. Не үшін? Жазалау үшін. Және оны сөйтіп жазалаған. Әлгі жазаланған кім екен демек? Иса алейхиссаламның өзі емес. Олар солай деп ойлады. Содан соң дейді, хауарилердің кейбірі олар 3 топқа бөлінді дейді. Әлгі 12 кісі бар ғой, солардың өзі 3 топқа бөлінді. Сен Иса алейхиссалам айтты, 12 түрлі күпірлік жасап сендер бөлінесіңдер дейді. Сол кезде кейбіреулер былай деп айтты дейді, әлгі нәрсені көргеннен кейін. Алла өзі қалаған мерзім аралығында дейді. Қараңыздар, бір көріп тұр ғой Иса алейхиссалам көтеріліп кеткен. Алла демек кімге теңеп тұр оны? Оны Алла деңгейіне шығарып тұр. Түсінікті ғой да? Оны Алла деп тұр. Қара, күпірлік. Алла өзі қалаған мерзім аралығында дейді. Біздің арамызда болды дейді Иса алейхиссалам. Сосын көкке көтеріліп кетті дейді. Күпірлік па? Күпірлік. Алла қыл жер. Иса алейхиссалам пайғамбар. Екінші топ бұлар яқубилар, жаңа бірінші топ. Оны Иса алейхиссалам Құдай деп жүргендер. Тағы бір топ айтты дейді. Аллахтың ұлы өзі қалаған мерзімге дейін арамызда болды дейді, араланды. Біздің арамызда болды да, сосын Алла оны өзіне көтеріп әкетті. Күпірлік па бұл да? Күпірлік Алланың ұлы деп жүрді. Түсіндіңіздер ме? Екінші топ. Бұлар настурилер деп аталады. Ал тағы бір топ болса, былай үшінші топ былай деп айтады. Біздің арамызда Аллахтың құлы әрі елшісі қалағанша болды да, сосын Алла оны өзіне көтеріп әкетті дейді. Бұлар мұсылмандар. Енді жаңа айтады, осы бірақ екі әргі топ бар, кәпір топ, бірі Алла қылған, бірі Алланың ұлы дегендер бар ғой. Осы екі кәпір топ мұсылмандарды жеңді дейді. Оларды өлтірді. Алланың елшісі және Алланың құлы біздің арамызда болды да, Алла Тағала оны өзінің құзырына алып кетті дегенде. Соларды өлтіріп жойды дейді. Енді осы біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам келгенге дейін, ислам дініне келгенге дейін осындай күпірлік жалғасқан еді. Осындай сенімде болды. Яғни үкімін не істеп жүрген олар? Осындай күпірлік жасап жүрген, жойып жүрген. Енді пайғамбарымыз айтады, саллаллаху алейхи вассалам, Алла Тағаланың иман келтіргендерді, бұның алдында айтып еді, Алла Тағаланың иман келтіргендерді дұшпандарына қарсы қолдадық деген сөз бар. Сондай-ақ олар дұшпандарынан үстем болды деген сөзінің мәнісі осы деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұны Муслим мен Насауи риуаят еткен. Бұл аят, жаңа айтып отқан аят, үстем болды, дұшпандарына үстем болды деген Саф сүресінің 14-ші аятында. Сөйтіп Алла Тағала не істеген еді? Иса алейхиссалам осылай көкке көтерген еді. Осы көтерумен де бұл мұғжизаны көрумен де күпірлік қылған еді жаңағы хауарилердің арасында. Енді Иса алейхиссалам біз айтқан едік, қияметтің белгісі. Алла Тағала бұл жайлы не дейді? Бұл Зухруф сүресінің 61-ші аятында айтады. Ва иннаху ла илмул лиссаати деген. Яғни көдіксіз
ол қияметтің белгісі деген Иса алейхиссалам. Иса алейхиссалам өзі қияметтің белгісі. Ал пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, жаным қолында болған Алламен ант етемін дейді. Жаным қолында болған Алламен ант етемін, сендерге Мәриям ұлының түсуі жақын қалды деген пайғамбарымыз. Қара, 14 ғасыр бұрын айтып отыр. Жақын қалды. Ол әділ билік жүргізеді дейді. Келсе, келеді ертең қиямет. Әділ билік жүргізеді, крестерді сындырады, шошқаларды өлтіреді, және соғысты жояды, мал дүние асып тасып, оны алатын ешкім болмай қалады дейді сол заманда. Садақа беретін адам таппай қалады дейді. Тіпті бір ғана сәжде дүние мен ондағылардың хайырлы саналады дейді. Бір сәжденің өзі дүние мен ондағы барлық нәрседен хайырлы санайтын болады адамдар. Енді ол Иса алейхиссалам келген кезде, көктен түскен кезде, ол жаңа шариғат әкелмейді. Түсінікті ғой? Бұл Иса алейхиссалам сөйтіп, ол Құран мен пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам сүннетімен мұсылмандарды 7 жыл басқарады дейді. 7 жыл басқарады осы Құранмен және сүннетпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп 7 жылдан кейін кәдімгі адамдар қалай өледі, сол секілді адамның өзінің ажалымен өледі дейді. Енді Абдулла ибн Амрдан, Алла кесекунд разы болсын, жеткен хадис айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Алла Мәриям ұлы Исаны жібереді, сосын адамдар екеуара дұшпандық жасамайтын 7 жыл тұрады деген. Жаңағы 7 жыл тіпті бір-бірімен дұшпандық жасамайды, сондай бейбіт өмірді сүретін деген. Содан соң Алла Шам жақтан салқын жел жібереді деген. 7 жыл. Жер бетінде жүрегінде иманның тозаңындай да жақсылық немесе иманы болған адам дейді. Олардың жаны осылай алынады дейді. Бір желмен алынады дейді. Жүрегінде шамның тозаңында иманы бар адамдар. Бұл хадисті Муслим риуаят еткен. Енді Иса пайғамбардың сипаттары қалай десе, осылай қадір қасиеттер жайлы айтсақ, оның түр тұлғасы жайлы пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Исра түні Исаға жолықтым деп айтады. Исра түні білеміз ғой? Сол Исра түні Иса алейхиссаламға жолықтым дейді. Орта бойлы, моншадан шыққандай қызыл реңді екен дейді. Осылай сипаттаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Моншадан шыққандай қызыл реңді дейді. Қызғыш тартпақ. Және тағы да Бұхариден жеткен хадисте айтады. Исаны, Мусаны және Ибрахимді дейді. Көрдім деп айтқан және Иса қызыл шырайлы, шымыр денелі және кеуделі екен деп айтқан пайғамбарымыз сипаттағанда. Қызыл шырайлы, шымыр денелі дейді. Және кеуделі. Кеудесі кең деген. Және тағы да пайғамбарымыз Муслимнан риуаят еткен хадисте айтады саллаллаху алейхи вассалам. Түнде түсімде дейді, Қағбада екенмін дейді. Түс көрген ғой, түсімде Қағбада екен дейді. Хадис жеткізіп отыр. Қарасам өте сұлу қоңырақай дейді, түсті, қоңырша түсті, тараулы шашты дейді. Шашы таралған секілді иығына төгілген дейді. Соғылған басынан су тамшылап тұрғандай қолдарын екі кісінің иығына қойған бір кісіні Қағбаның жанында көрдім дейді. Яғни тауап етіп жүрген Қағбаны. Сол кезде мен бұл кім деп сұраған кезде ол Мәриям ұлы Мәсих деп жауап берді. Не үшін Мәсих дейтін еді? Себебі сипап жазатын болған. Түсінікті ғой? Не сөйтіп болған? Сипап. Ана Алла песті жазды, соқыр болғандардың көзін жазған еді. Мұғжизалардың бірі. Енді айтады, осы бір хадис айтты ғой, жаңа үстінде қызыл реңді, қызыл шырайлы деді. Жаңа мына жерде қоңырақай түсті деп келді ғой екі хадис. Енді осыны бір реңде қызыл деп айтқаны, бір жерде қоңырақай деп айтқаны сипаттаған ғалымдар былай деп түсіндіреді. Қызыл қоңыр реңді деп келтіреді. Қызыл қоңыр реңді деп түсіндірген. Енді Иса алейхиссаламға тәңірлік төрт кітаптың бірі не түскен еді? Інжіл түскен еді. Иса алейхиссаламға. Алла тағала бұл жайлы не дейді? Оған Інжілді бердік, онда тура жол мен нұр бар деген Иса алейхиссаламға. Бұл жерде енді Інжілді бердік деп отыр ғой. Мысалға Хадид сүресінің 27-ші аяты ғой бұл. Бұл жерде енді түп нұсқасы меңзелген, қазіргісі меңзелмеген. Інжілді бердік, онда тура жол мен нұр бар дегенде бізге Інжілді сану керекпіз онда? Жоқ, түсінікті. Бұл түп нұсқасын еді. Ал қазіргі бүгінгі кезде әлемді қолданып не істеген оны әртүрлі өзгерістерге ұшыратып, түп нұсқасынан алшақ кеткен мүлде. Адамдардың сөзі қосылған деген секілді. Әртүрлі өзінің саяси бір нәрселерге ұшыраған. Себебі оның үкімі жойылған еді біздің пайғамбарымыз келуімен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Иса алейхиссалам сөйлеген, білесіздер ғой, туған кішкентай кезінде сөйлеген еді. Себебі Мариям анамызға жала жауған не деді? Мен Алланың елшісімін. Ол ешқандай неден болған жоқ деген секілді Мариям анамызға бір не болды? Демеу болды.
Сол кішкентай кезінде сөйледі, бірақ бала сөйлейтін жасқа дейін кейін сөйлемеген деп айтты. Бұл жайлы айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте келтірген, Бұхариден естіген хадисте айтады. Ол жер көкте сөйлеген деген. Және жер көкте, яғни кішкентай кезінде тек қана 3-ақ сәби сөйлеген дейді. Басқа хадистерде енді 3-ақ сәби сөйлеген деп білдіреді. Иса жаңа исраилдіктердің арасында Журайж есімді бір кісі деп айтқан. Енді ол Журайж деген кісіні айтайық. Ол намаз оқып, сондай бір ғибадатшыл, сондай бір тақуа құл болған Журайж деген. Исраил ұрпақтарынан. Исраилдіктердің арасында болған. Сол бір күні құлшылық жасап жатқан кезде дейді, анасы шақырып қалады Журайжді. Шақырған кезде бұл жауап берейін ба, әлде құлшылығымды үзбейін ба деп екі ойлы болып тұрған кезінде дейді, ол мынандай теріс дұға жасап жүрген. Салдақының дидарын көргенше өлтірме, я Тәңірім деп дұға етіп жүрген анасы Журайжға. Түсіндіңіздер ғой да? Журайж не істеген? Ана шақырған кезде екі ойлы болып қалған. Анашыма жауап берейін ба, әлде намазымды толықтырайын ба, үзбей. Сол кезде асығыстықтан не істеген? Ол салдақының, я Тәңірім, ол салдақының түрін көрмейінше өлтірме оны деген. Сол енді бұл Журайж бір ғибадатханасында, өзінің бір жеке ғибадатханасы болған, сонда ғибадатын жасайтын болған. Сонда енді бұл Журайжге бір әйел келеді. Негізі біреулер қастандық қылғысы келеді. Ақысын береді әлгі әйелге. Сен мынаумен зина жаса дейді. Сөйтіп әлгі әйел барады Журайжға. Ғибадатхан барған кезде оны зинаға тартқысы келеді. Журайж істемейді, оған бұрылып та қарамайды, оны қуып жібереді өзінен. Әрі кет деп. Бұл салдақ әйел болса, барып бір қойшымен қосылып, содан балалы көтереді, сөйтіп бала туады. Бала туғаннан кейін адамдарға бұл кімнің баласы десе, Журайждің баласы деп айтады. Енді адамдар бұны не көрді, сондай тақуа екен біледі, ғибадатшыл, осындай өзін тасалап, сондай ғибадатпен айналысқан кісі екенін бүкіл ауыл көреді. Сөйтіп, бұл біз бұны тақуа деп жүрген болсақ, ғибадатшыл, тақуа құл деп жүрсек, бұл зина жасаған екен деп барып, әлгінің ғибадатханасын, талқанын шығарып, өзін быт-шыт қылып ұрады. Сол кезде Журайж әлгі балаға қарап айтты дейді. Ей бала, әкең кім дегенде, әлгі бала тілге келді. Пәлен деген жерде қойшының баласын деп айтты. Түсіндіңіздер ғой? Себебі бұның анасын не істеген еді, әлгі қойшымен зина жасаған еді. Міне осы дейді сөйлеген. Журайждың сұраған кезінде. Және бұл екіншісі еді ғой. Үшіншісі, сондай-ақ исраилдіктердің бір әйел баласын емізіп отырғанда дейді, исраилдіктерден болған бір әйел баласын емізіп отырған кезде бір аттылы бір кісіні көреді. Анасы баласын емізіп отырған кезде. Әлгі аттылы кісі сондай бір керемет киім киген, реңді, сондай кісіні көрген кезде былай деп дұға жасады дейді. Я Аллахым, мына баламды осы кісідей қыл деп айтты. Әлгі бала сол кезде еміп жатқан бала ғой, аузын әлгі емізуден ала сала, Аллахым мені бұдан қыла көрме деп дұға жасады. Сөйлеген. Дәл сол секілді тағы бір адамның қасынан өтіп бара жатқан кезде, ол енді ондай әдемі киім кимеген, ондай бір халық қоны деген жаңағы жүзекше деген сияқты әртүрлі жала жапқан ана әйел. Соны көрген кезде анасы тағы дұға жасайды, баласын емізіп отырған кезде. Я Аллахым, менің баламды мынаған ұқсата көрме деді. Сол кезде бала емізуден аузын ала сала, Аллахым мені осыған ұқсат деп дұға тілеген. Енді сол неге деп анасы сұраған кезде, бірінші әлгі атта өткен кісі бар ғой, ол сондай әдемі киімдер кигенімен нағыз зұлым екен дейді. Қастандық жасайтын нағыз зұлым, сондай бір жаман кісі болған дейді. Ал әлгі зина істеді деп жала жапты деді ғой халқы. Сол кісі болса, ондай нәрсе істемеген, ол керісінше жақсы адам болма. Халық соған сондай жала жапқан дейді. Әлгі сәби мені осындай қыл деп дұға етті дейді. Міне сөйлеген үшінші сәби осы дейді. Пайғамбарымыз хадисіне келтіріп отыр. Бұл хадисті Бұхари жеткізген. Және осы жоғарыда айтылған туылған сәтінде шайтанның нұқуын айттық қой біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисін. Әрбір бала дүниеге келген кезде шайтан істейтін болған, оны нұқитын болған, түртетін болған. Түртілмеген кім еді тек Иса алейхиссалам, Мариям ұлы Иса деп Пайғамбарымыз хадисін айтқан еді. Шайтанның нұқуынан аман болған. Себебі Мариям анамыз істеген еді, оған дұға еткен еді, шайтанның азабынан сақта деп көп дұға жасаған еді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады. Кімде-кім Аллахтан өзге құдай жоқтығына дейді, оның жалғыз және оның серігі жоқтығын, және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі, сондай-ақ Иса Аллахтың құлы әрі елшісі, және ол Мариямға жолдаған Алланың рухы,
яғни үрлеген рухы екеніне куәлік етсе жәннатта 8 қалаған есіктен кіреді деп пайғамбарымыз хадис жеткізген. Бұл Бухари мен Муслим жеткен хадисте. Иса алейхиссалам бұл Мариямға жала жапқан еді ғой, Исаның анасына. Не деп жала жапқан еді? Салдақы деп, иә. Себебі қарап отырса олар не істеді? Өзінің ойына жүгіртті. Мүмкін емес нәрсе ғой. Біреуге қосылмаса өздігінен көтермейді деп осылай ойлады. Ал негізінде не істеген еді? Бұны Алла тағала үрлеген еді. Алланың құдіреті жетуші. Рух еді. Біз рух үрледік деген. Және айтады, егер кісі Мариямұлы Исаға сосын маған иман келтірсе, оған 2 сауап бар деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұл хадисті Бухари Муслим риуаят еткен. Яғни Иса егер бір кісі дейді, Иса алейхиссалам Мариямұлы Исаға және маған иман келтірсе, оған 2 сауап бар деген. Біз алхамдулилlah бәріне иман келтіреміз. Ла нуфарриқу байна ахадин мин расул. Және ешбір елшінің арасын бөліп жармаймыз алхамдулилlah. Және пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам алдындағы соңғы пайғамбар еді Иса алейхиссалам. Себебі оның арасында не болмаған? Пайғамбар болмаған. Иса алейхиссаламнан кейін біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық міндет жүктеген. Осыған қатысты айтады Алла саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарлар бір атаның ұлдары деген. Бүкіл пайғамбарлар бір атаның ұлдары, ал Мәриямның ұлына ең құқылы мен деген. Түсінікті? Себебі оның несі жоқ? Әкесі жоқ, түсіндіңіздер ғой? Құқылы мен деген. Өйткені екеуміздің арамызда ешқандай пайғамбар жоқ деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді Иса алейхиссаламның төңірегінде наным сенім қандай еді? Қандай неге ұшыраған еді халық? Алла тағалаға бұл жала жапқан еді халықтар. Жаласы қандай еді? Сондай жала. Исаны бірінші топ не қыл деп жүрген еді? Бұл Алла деді. Алла қалағанша біздің арамызда болды. Көтеріліп кетті. Екіншісі бұл Алланың ұлы деді. Қалағанша біздің уақытымызда болды. Алла тағала қалаған уақытта өзіне құзырына алды деді. Оған қатысты айтады Алла тағала. Аллахтың баласы болу мүмкін емес әрине. Ал осы Алланың баласы деп жала жабылған кезде дейді, көк аспан жарыла жаздайды дейді. Жер жарылып аспан күркірей жаздайды дейді. Жұтып жібергісі келеді. Аспан мен жердің өзі. Алла тағала осындай нәрсе сұмдықтарды айтып жатқан кезде. Алла тағала сізді ондай нәрседен бізбен сізді сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, бұл жайлы Алла тағала не істеді? Пайғамбарымызға Құранда айтады ғой, Ықылас сүресінде. Қул хуаллаху ахад. Айт ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Алла жалғыз деп айтты. Аллаху самад. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес, керісінше бүкіл нәрсе кімге мұқтаж? Аллаға мұқтаж. Лам ялид ва лам юлад. Ол тумады және тумайды да. Туылмады және тумады. Әрі оған ешкім тең емес. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Және оған ешбір нәрсе тең емес деп айтқан. Яғни Алла тағаланың серігі жоқ. Осы нәрсеге қатты мән беру керек екенбіз.